қазір көшеде жүрген 90% машина бәрі рассрочкада, кредитте. Не үшін? Чтобы эгосын сипап, өзінің болмысын көрсетіп, мен бармын, мен осындаймын деп көрсеткісі келеді. Бірақ миын орнына қоймаса, жүректен төмен қылып, жүрегіне бағындырып, жүрегінде не бар, солмен жүрмеген адамға түбінде не болады? Оның ақыл шашырады. Қораға кіргізеді, выгорание болады, андай болады, мындай. Өйткені ол ақшаға келген кезде де оның ақшамен қалы, ақшасыз қандай болып жүрді? Соған келеді. И ақшаға жеткен адамдардан сұраса, ақшада бақыт бар ма деген кезде жоқ. Ақшада бақыт жоқ. И мына ақыл ойлайды, менде андай телефон жоқ, мен сол телефонды алсам бақытты боламын деп ойлайды. Бірақ телефон бір апта жүргеннен кейін ол қызық болмай қалады. Сөйтіп ойлайды, мен машина аламын дейді, сол машина қызық болмай қалады, ақша аламын дейді, үйленемін, Америкаға барады, Еуропаға барады. Көбейтішін орнына ауыстырғанмен көбейтін өзгермейді. Түбінде не болады? Ол сол жақта да бақытсыз болып жүреді. Өйткені ол мына жынды басымен нақты бақытты түсіне алмайды. И ол бақыт ішінде, бақытсыздық та ішінде. И ол таңдап соған барады. Сондықтан біздің сала сол жүректегі, ақылдағы, санадағы, түп санадағы процестердің бәрін орнына қойып, полкасына қойып, әрқайсының өзінің қызметіне қойып қойса, сол кезде мына тән, іште тұрған біздің жанымыз жалпы тыныштыққа келеді. Өйткені ол тыныштық біздің ішімізде. Ақыл ол салыстырады, ол қарайды.